Сәлем сұлуларым, бүгін пісіруді талап етпейтін, тез уақытта жасалынатын, үйдегі бар көкөністерден салат жасайтын боламыз. Ал бастайық, свежий капустамызды ұзын қылып, жіп-жіңішке қылып турайтын боламыз видеодағыдай. Одан кейін басқа көкөністерімізді өздеріңіз ыңғайыңызға қарап, әдемілеп турайтын боламыз. Қиярымды да шет жақтарын алып тастап, үшке бөліп, ұзын қылып соломка қылып турадым. Кейін көкшөбімізді жуып кептіріп, ұсақ қылып тураймыз. Одан кейін бір немесе екі зубчикчесін оқтыде ұсақ қылып тураймыз. Барлығын бір құрғақ ыдысқа салып, кішкене тұз салып, үстіне сладкий кукуруза салып, майонез салып жақсылап араластырамыз. Бұл салат одан әрі тойымды болсын десеңіз, сухарикке және жұмыртқа қоссаңыз болады. Видеолерге өте ұнайды деген сенімдемін. Жасап көріңіздер, міндетті түрде ас болсын.